сәлем бәріңізге, қалайсыздар? Шай ішіп алып, шығайын деп жатырмыз көшеге. Ал біз шықтық. Мә, Фатима, телевизорды өшірмегейсің. Мұстафаны өстіп киіндіріп алдық, қалыңдау. Қазір машинамен зуылдап пастель алуға барамыз. Пастельдердің бәрі ескіртіп кетті тегі. Оның үстіне мынау құсат, көбінесе құсат еміп жатыпшы. Сосы обновка жасау керек. Кстати, үйге келгеннен кейін көрсетем, қазір просто асығып тұрмыз. Осы айдағы 4 не қойғам, мақсат қойғам, алу керек дегенше, сатып алу керек, осыны алу керек деген. Соның осы ең соңғы 4-шісі. Бүгін нешесі, 30 ма? 31. 31 бүгін соңғы күн, соның ішінде осы пастельді жаңарту деген бар еді. Соны істейін деп бара жатырмыз, ең соңғысы. Термосы, Мұстафаның, Айшаның карате сумкасы. Ойбай, карате деп тұр ғой. Волейбол. Есіне түсіп кетті ме, мына Мұстафаның на всякий случай деген киімдері. Красопеточка, как всегда в телефоне, да? Не в телефоне. Шапкасын кимей ақ қойшы деп жатырмын, да? Машинамен жүрміз бәрі. Тиіспей тұр. Фатимаға тиісіп тұр. Қолында Мұстафа, міне. Енді нан айтыңыздар енді. Бүйтіп таққан жараса ма, жараспай ма? Бір түрлі енді. Айтыңыздар комментарияға. Машинаны от алдырып алып, күтіп отырмыз. Кілт керек болып отыр екен, сонымен қой шықпай тұрайық деп, күте тұрайық деп отырмыз. Сол прямой эфирге шықсам бекен десем, ар жақта. Короче, шықпаймыз эфирге. Просто достар, эфирге шықсам, примерно 3 сағатқа ғана шығады. И өзі вообще білмейді қалай шығып кеткенін. База, короче, шықпаймыз жарайды. Главное, цельді бітіртсек бүгін. Осы айдың мақсатын бітірсем, ровно бір айдың ішінде 4 мақсат қойғам, соны 4-ін орындаған болым. Келесі айға қайтадан жазам қазір. Мелочь нәрселерден бастап жазам. Сөйтіп солардың бәрін орындауға тырысам. Келдік, достар. Вот мамам, қолында Мұстафа, как всегда. А ты что такая недовольная? Ой, дура. Я же на видео снимала вообще-то. Короче, мынандай. У нас многие любят их покупать. Мынандай пастельники. Екі түрлі. Іші голубой, сырты мынандай гүл-гүл осы ұнап тұр маған. Мынау енді қымбаты, жақсысы. Мынау енді средний бағадағысы. Айша, таңдашы, кел. Мынау сатин, короче, қазір көрсетейінші. Мынау арзан сатин екен, да? Маған ұнамай тұр, синтетика, короче. Ұнамай тұр, алмаймын. Просто цвет ұнап еді маған. Басқасын қарайын. Саған ұнап тұр ма? Күшті. Ұнап тұр, е? Осы цветі де әдемі, просто қарашы. Тағы біреу алайықшы. Екеу де неғам жазғам, соны тағы біреуін алу керек. Давай таңдасын жүр. Айша мынаны ұнатып тұр. Іші мынандай да. Сырты мынандай. Қайсында материал міне? Мынандай ға. Сыртында гүл бар, на жағында гүл бар ма? Жасыл мен ақ. Бір вариант дейікші. Тағы қараш. Короче, мне разный ғой. Маған более нежный цвет керек еді ше. Алшы. Таңдай алмай атыр, короче. Беті мынандай цвет. Астында. Қайсы үшін былайынан көрекші. Клетка. Сіздікі де клетка бар ма? Қайсы? Енді бір клетка бар ғой деген ғой. Мынау ш. Короче, екеу алғым кеп тұр ғой, ауыстырғанға шы. Мынау нормально сияқты Айша. Бірақ мынау көк қой. Что-то это другой, да? Смотри. Таңдай алмай жатыр. Көрейікші соны? Көп таңдай алмай жатырмыз. Неге? Яркий әдемі емес пе? Мынандай. Яркий.
розовый яркий деп едім мен. Андай ашық розовый ше. Осы екеуін алайын. Сатины, да? Они что стоят? 3850. Одна штука, да? Там 2 штуки. Екі штугы 3900 дейді. Давай цветін таныш, ана голубой аламыз ба? Бәрі голубой болып кетті. Мне мынандай голубойдан біреу алайық. Не надо, вот это возьми. Мынаны алайық и тағы біреу алайық та. Тағы қандай цвет аламыз? Серый бар. Тоже яркий. Пастельдеріне кішкене цветтері қандай? Кімде желтый? Жамалым. Ну давай. Короче, осы екеуін алдық. Халатты келесі айға жазам, короче. Келесі айға осыларды алуға план қоям. У меня же есть 2 штуки. Екеу бар ғой менде? Розовый и белый. Сондай ғой, тура сондай. Келесі айға осындай халатты жазып қоям мақсатыма. Сол. 2 пакетке бөліп салып берді. Екеуі отыр. Телефонға кіріп кетер ме екенсің, Фатима? Roblox деген бәле болды бұл. Ауыр оның біреуінің өзі ауыр. Турецкий сатин деп алдым ғой. Жаным, суық не қатыр ғой? Жел. Турецкий сатин деп алдым, короче, цветтер надо. Сол енді обновка. Ескі болып кетті, прям Мустафа деген вообще еще былғап тастай береді кешке дейін. Сонымен обновка жасамасам болмай кетті. Далада күшті, қар себелеп тұр, күшті болып тұр прям. Күшті. Жолда кетіп бара жатырмыз. Жасылжанды бізге алып суладық. Ой, короче, на жерде парковка жоқ. Тұрмыз міне, на жақ. Сонымен Айшаларды магазинге жұмсап жатырмын. Айша, мә телефонымды ала кетіңдер. Сүре келсең. Хоть бер тұр. Осындай ұштағыш аламыз. То, что идешь так, что жоғалып қалды, я? Который ты берешь? Вот этот, вот этот, вот этот? Нет, вот этот. Ладно, все, пошли. Порошок сейчас возьмем. И самая главная вещь. Сейчас возьмем. Вытекоп поступления, фикс прайс там. Все, пошли твои трубочки брать. Что ты хотела, да? Трубочки ты хотела? Да. Пошли. Осындай сітке салып ішетін трубочкадан іше аламыз. И тағы екі аламыз. Почти все. На кассу. 9 или оформлять Мне тает бумага, трубочкалар и штағыш. Все. Енді мамам уже Додо пиццада екен. Мама барамыз. Келді. Пиццамыз күтіп отырмыз баяғы. БЖБ басталды дейді мына кісі. Әңгіме айтып отыр ғой екеуміз. Сіздерде де БЖБ басталды ма? Жазыңыздар комментарийға. Не үшін ерте деймін да БЖБ? 22 мартқа дейін әлі 2 ай бар. Ну, пишем 2-3 БЖБ. А потом еще БЖБ. Еще братска демаламыз. Не үшін братта демалыс? Март до каникул демаламыз ғой. Просто сабақ өтпей. Тужуларды бәрі бір апта ма? Далаға қарап отырмыз қызымыз екеуміз. Аппақ қарға жаңа сіздерге көрсеткен. Вообще көп жауып жатыр қазір. Вообще күшті болып жатыр дала. Келді ойнап. Не істеп жатсың тұрыңды? Ойбай, біз алдындағысынан өзгеріп кеттің. Фати, ты что делаешь, мама? Она вообще өзгеріп жетті. Алдындағысы күшті еді, мынасы онша емес екен. Енді тарихи жағдай енді. Фатима шашын өзі буып үйреніпті. Ойбай, анау біледі екен. Бұраватыр резинаны, бұрын бұраямайтын еді ғой. Айша точно үйреніпті. Ал, міне. Үйреніп апсың ғой, Фатима? Конечно. Күшті үйреніп апты. Вы что думали? Әлі білмейді деп ойладық.
Балаларының шашын буып жүріп үйрендім дейді. Өзінікін буамайтын куклаларының шашын буған ғой. Сөйтіп үйреніп апты. Сондай да қызық болады екен, Сінен екінші түс қалған ғой, анау біреу шықты. Енді екіншісі түсті. İkinci Түсті да анау шығып кетті. Қазір вырастает. Қисайып шығып жатыр. Бұл да бір керім екен. Я. Міне мына телевизордан көрсетеді атымызды. Анара. Әлі дайын емес. Күтіп отырмыз. Дайындалуда. Кішкене дайын болды, Не қылды? Дайын болды. Екеуіңе екі фри. Мен кетчуп заказ бермедім мен. Пицца, екі пепсилары. Маған ұнамайды осы жердің фриі. Күшті ма не? Ана ненікі күшті, бургерді күшті, Бургер Кингтікі. Ас болсын. Ас болсын бұтам. Айша, бер сүтін бер, ойбай баланың. Қараңыздар, қаншама зат көтеріп келе жатырмын. Ужас. Шаршап кеттік. Айша мен Мұстафа кіріп кеттік, короче. Үйге жеттік. Жолда, короче, Мұстафа жылап кетті ғой. Жылап кетті да, сонымен жаңағы сүті бар ғой, неде? Термосумкада. Соны берейік десем, Айша, жеттік қой, күте тұрайықшы деп. Сонымен бермей, үйге келгенше бар ғой, бір 3-4 минут жыладышы. Соның өзіне переживать етіп, қорқып, деп тез келдік қой, бәрімізші, мен тез айдап келдім. Сөйттік та, сонымен тез кірдік қой, жаңа сумканы көрсеттім, хотя 2 рет бару керек еді, барып алу керек еді. Жоқ, есек құсап, бәрін көтеріп, сразу келдік. Деп отырмыз, енді тамағын беріп. Енді қазір намаз оқып алып. Бүгін тамақ жасамайым, жаңа пицца алдым ғой. Кешек тамақ бар. Сонымен бүгін тамақ жасамайтын болып тұрмын. Сол қазір киноға да барамай қалдықшы, потому что біз жоқ кезде жер сілкініп қалама деп тағы уайымдайсың, біз жоқта потеря болып балалар қорқама деп, қазір киноға да бармай жүрміз. Енді папамыз жоқ болса, мысалы, менің өзім жаман потеря болып қаламшы, жер сілкінсе. Сондықтан әйтеуір біреуіміз болсын үйде болайық деп, қазір бәрін фучук қысқартып жатырмыз ғой. Жаңағы әкелген пастельдерімді қазір көрсетем. Күшті болды. Мягкий ғой. Міне мынау жаңағы маған ұнаған көк цветі, мынау да, міне нежный көк. Мен түсінбей тұрған мынау пододеяльнигі. Мынау наволочкасы. Дұрыс қой енді. Бір нәрсе дұрыс емесін қараңыздар. Мен мынандай деп ойлап алғам ғой. Іші, мына пастельдің іші мынандай көк болу керек қой. Көк цвет. Қуады екен мыналар. Мама, подружкаға мынаулар. Соған жын ұстап тұр енді. Бірақ мына өзі нежный, прям әдемі цвет екен. Осыны төсейін ба деп ойлап тұрмын, жоқ осыларды. Мынау бар ғой, мына жасыл. Айшаға деп алған алдында комплект. Міне. Жастықтың тісі бар ғой. Осы цветпен, осы цвет. Тура міне мынау ғой. Качествосы жақсы екен прям. Ұнады маған. Неше рет жудылған аны. Короче, ұйықта қалғам ғой Мұстафамен жатып. Наны да аша салдым. Екіншісінде ішіне кіресің ба, не істейсің, тұра тұршы. Міне сырты нандай гүл-гүл. Маған осынап тұр, қазір осыны төсегім кеп тұр. Қазір деппін ғой, вообще бірінші осыны. Мынау пододеяльнигі, қараңыздар, сырты нандай, іші нандай. Не деп айтатын еді бұны? Ұмытып қалдым, короче. Не жатсы, шынды ма? Пастелі осындай цвет, жастығының тұстары да осындай цвет. Маған осындайларын айтышы, іші бір цвет, сырты бір цвет.
Потому что екі жағында не қыла бересің ғой, короче, төсе бересің. Екі жағында жағыла бересің. Тәте мынаның ішіне кіріп жатып алған ғой. Ай, болды енді. Мұстафа ұйықтап жатыр. Не могу, оно слишком... Қазір нені көрсетейінші сіздерге, бір нәрсені. Я блин. Міне, короче, бірінші айдан, екінші ай 24-ші жыл айлық мақсаттар дедім. Енді мынау орындалып кетті ғой, сол үшін сіздерге көрсетіп жатырмын. Орындалмаса, егер көрсетуге болмайды. Бірінші спортивка деппін, 3-4 спортивка деппін, оны алдым. 12-сі күні осы айда алуым керек заттар ғой. Dior консилер деп жазыппын, Айшаға 10-та алды. Орамалдар деппін, тоже орамалдар алыппын. Так, 16-сы күні да, получается, 16-сы алыппын. И бүгін ең соңғы күн болатын, 3-4 пастель люкс деппін. 3-4 деп жазап, бірақ екеу ала берсем нормально. Обновка ғой, короче. Пастель люкс деп жазыппын, бүгін алдым люкс пастельдер. Арзандар тұрды, бірақ мен люксын алдым. Сол, бұл енді келесі айдыкін жазам енді. Мына жерге сызып, келесі айда, например, жаңа халат ұнады ғой жаңағы жерін, сол халатты жазам. Балалардың анамынауларын жазам. Сөйтіп соны алуым керек. Соларды бір айда алуым керек аз-аздан. Өздеріңізге керек нәрсені осылай алсаңыздар болады. Мейлі ол кішкентай зат болсын, мейлі ол үлкен зат болсын. А мен үлкен заттардың бәрін аяққа жазып қойғам. Мынаның артына 12 по списку 12 штук жаздым, 12 айға бөліп істеймін деп ше. Олардың бәрі мына жақта тұр. Мысалы, бриллиант деген сияқты ше. Бриллиант комплект деген сияқты. Сондайлардың бәрі мына жаққа, термомикс дегендерді. Айтпақшы, мына жерге жазбаппын, өзіме сағат алдым, соны жазбаппын. Сосын мамама алтын комплект алып бергем, соны жазбаппын. Оны сіздерге көрсетпедім, потому что Мұстафаны 40-нан шығарған кезде, сол кезде подарит еткен бәрінің көзіншеші, туысқандардың көзінше. Оны видеоға түсіріп үлгере алмай қалғанбыз. Сол алтынмен қазір мына жерге жаңағы сағатты жазып қоям. Күшті кино болып жатыр екен, телевизорды қоссақ. Брюс Уиллистің кинолары мә жындығы. Сол кино көреміз, қазір чай ішеміз. Қой, мен чай қояйын, қызым. Чай қойып, чай ішейік. Айша кухняны жинап кетіпті. Ой, әлі ұйқым келіп жатыр. Ужас, немене ұйқы білмеймін тек. Посудомойканың порошоктары бітіп кетіп еді. Байқұстар ыдысты қолмен жуып сөйтіп кетіп еді. Бүгін барып әкеп қойыпты ғой. Осындай болады, короче, посудомойканың порошоктары. Осыны саласың, болды. Тап-таза қырт-қырт еткізіп жуып береді ғой. Пакетті жинастыру Фатима істейді ғой, ондайдың бәрін. Қатырады ғой, Фатима деген. Қатырады, бір емес шөйін алыпты ондалар. Мынау не үшін керек болған дейін точилка, үштағыш. Фатиманаларды орындарына қояса. Сол, ал енді осы жерден мен сіздермен қоштасайын. Осы уақытқа дейін көріп жүргендеріңіз үшін көп рахметімді айтам. Лайк басуды ұмытпады деген ойдамын. Сау болыңыздар.